Петропавл қаласындағы көркемөнер лицей тәрбиеленушілерінің туындылары халықаралық 45-ші балалар суреті конкурсында жоғары бағаға ие болды. Жерле жас суретшілермен біздің түсіру тобымыз кездесіп қайтты. Дарья Петрованың жасы 14-те, көркемөнермен 7 жыл айналысып келеді. Халықаралық конкурста жұмысының осындай жоғары бағаға ие болатынына сенбеген. Тіпті ол жайында ұмытып та кеттім дейді. Өз қаласының көрікті жерлерін бейнелеген оның суреті жапониялық қазылардың көңілінен шығып жүлделі орынға ие болды. Күміс медаль иегері енді тәжірибемді шыңдай түсіп, конкурстарға жиірек атсалысамын дейді. Вообще я не знала, что мою работу. Мен жеңіске жетемін деп ойлаған жоқпын. Өз жұмысымда қаламыздағы шіркеуді бейнеледім. Тақырып менің сүйікті қалам болатын. Маған қаламыздың архитектурасы қатты ұнайды. Сенің жұмысың халықаралық конкурста 2-ші орын алды деген кезде мен қатты таңғалдым және қуандым. Ал Даниил Кузнецовтың лицейде білім алып жатқанына 1 жылдан асқан. Әйтсе де жас суретші халықаралық додада 3-ші орын, яғни қола медаль иеленіп отыр. Өз еңбегінде табиғатты бейнелеген. Жалпы лицей тәрбиеленушілері бұл байқауға 21 сурет жіберген. Об этом конкурсе. Конкурс Жапонияда өтті. 40-қа жуық мемлекеттен 40 мыңға жуық туынды қатыстырылды. Біз 21 суретті өткен жылдың қыркүйек айында жібергенбіз. Жеңіске жетеміз деп ойламаған едік. Балалардың жұмысы қызықты әрі шынайы болады. Бізге почта мен медаль, грамоталарды жіберген кезде қатты қуандық. Көркемөнер лицейінің оқушылары осы сынды конкурстарға жиі қатысып тұрады. Алдағы уақытта да жүлделі орындардан көрінетіндеріне сенімдіміз. Тоқтар Ғалым, Дулат Мұсафиров, ақпарат.